Достар, дәл қазір телефонмен қалай кредит историяны өзіміз тексеруге болатынын көрсететін боламын. Ешкімге жалынбайсыз, ақша бермейсіз, менеджерге айтпайсыз, менеджерден жалынбайсыз. Егер кредит отказ болып жатса, өзіңіз-ақ көре саласыз. Ешкімге артық ақша бермейсіз. Енді бірінші бүйтеміз. Плеймаркетке кіреміз де ПКБ деп жазамыз поиске. Көрініп тұр ма? Жазамыз, мен шықты 1 СБ KZ. Не шықты? Осыны бірінші скачать етіп аламыз. Мен скачать етіп қойдым, сосын открыть деп тұр. Мен кіремін өзім, мен уже скачать етіп қойғам ғой. Енді бірінші регистрация деп тұр, осын басамыз. Нөмірімізді еніміз жазамыз да, ары қарай биофиксацияны өтеміз. Сіздің түріңізді суретке түсіреді, сосын сіз регистрациядан өтесіз. Одан кейін өткеннен кейін телефон нөмір, паролін жазасыз, пароль орнатып болғаннан кейін. Қазір жазып аласыз, сосын міне достар, ашылғаннан кейін персональный кредитный отчет деген басамыз оң жақтағы. Астыға түсіреміз. Астыға түсіргеннен кейін получить ПКО деген басамыз. Қазір. Міне сосын я прошу предоставить персональный кредитный отчет деген басамыз. Подписать ЭЦП, яғни ЭЦП ключкасы шығарамыз сіздің атыңыздан. Видеодан өтесіз одада. Мына басамыз. Міне, көрдіңіз ба? Начать биоверификацию. Осыны өтіп болғаннан кейін, міне осыны өтеміз қазір. Өтіп болғаннан кейін, биодан өтеміз, ЭЦП шығарып болғаннан кейін, қайттан 5 минут күтеміз. 5 минуттен кейін персональный кредитный отчет деген басамыз қайттан. Астыға түсеміз, мой отчет деген басамыз. Міне, мой отчет деген басқаннан кейін осылай ашылады. Мысалы, мен ай сайын төлеп жатырмын бүкіл кредиттерге 300 мыңдай шамасында. Оның ішінде ипотекасы бар, кредиті бар, бәрі бар. Міне, мой отчеті оң жақта бар, оң жақ басамыз. Бүгін тексердіңіз ба? Мынаны басамыз. Осын басасыз, конкретно толық сіздің кредитный историяны шығатын болады. Осылай көріп аласыз. Жақсы достар, егер пайда болса комментарияға плюс қойып кетіңіздер, YouTube-ға жазылып алыңыздар. Ертең будущем YouTube бұл платный болады, подписка. Әзірше қазір тегін кезде жазылып алыңыздар да, ертең видеоларда, осындай пайдалы видеоларды тегін көретін боласыз. Жақсы тілек.